Ассалаумағалейкум, армысыздар. Мен міне Күршім ауданынан Өскеменге кетіп бара жатырмын. Қазір мына су паром арқылы Өскемен Күршім ауданынан Өскеменге бару үшін және келу үшін осы паром арқылы осы судан өтеді. Мынау үлкен Мұқтырма және Зайсан көлі, барлық көлдер тоғысып жатқан бұл ертістің үлкен арнасы, кәдімгі дария, теңіз сияқты, мұхит сияқты болып жатыр да. Менің айтпақ ойым енді кешегі айтқан батысқа осындай труба арқылы су жіберу және Арал теңізін толтыру деген осы бір ұсынысым үлкен талқыға түсіп жатыр қазір. Менің айтпағым міне осы суды ертіске барады да, қазір Өскеменге барып әр тарап болып айырық болып сол Россияға кетіп жатыр да. Ал Россияда жайықты буып тастаған және Есіл басқа да өзендердің басын буып тастаған да. Ал мына Өзбекстанда да Сырдарияның біраз бөлігін көлшік істеп өздеріне былай пайдаланып жатыр да. Ал біздің батыс пен Арал, Қызылорда облыстарында су тартылып, су тапшылығы болып жатыр. Ал мына ұзыннан ұзақ созылған осы бос жатқан суды босқа кетірмей бұл жерге де сіңіп кетіп жатыр, босқа жатыр да. Осыннан өзендерді қолаған әртүрлі арналардың бойынан екен, өзендерге бұрып, Есіл өзенін апарып, сол арқылы екен ары қарай батысқа жіберу керек па, не сондай канал, труба жасау керек па, сондай жұмыс атқару керек қой. Соған осы басшылықтағы ағалар осы ұсынысымды қолға алып, осыны әрекет қылып елдің игілігі үшін үлкен жұмысқа пайдалануын мен өтініш етіп басшылыққа ағалардан сұранамын. Міне қазір паромның үстіндеміз. Өте керемет. Барлық ел жұрт осы жерден қарым қатынас жасап өтеді. Ассалаумағалейкум. Мен міне Өскемен Күршім ауданы Күршім өзенінің жағасындамын. Бұл Күршім өзені өсіп жөңкілі ағып отырып, ертіске құяды, ертістен ары қарай Россияға кетеді да. Қырғын қыруар су шетелге кетіп жатыр да. Ал мына батыста, Маңғыстауда, Аралда үлкен жылдан жылға құрғақшылық, қуаңшылық болып, о жақтағы малда, елде былайша маңырап жатыр да. Ал мына суды не үшін біз шетелге жіберіп қоймыз керек? Мына Күршім өзенінен де, ертістен де үлкен су қойма жіберіп, труба арқылы босқа қыруар суды шетелге, Россияға кетіргенше мына құрғақ болған, мына тартылып қалған Арал теңізін толтырып, және труба арқылы мына Маңғыстауға, Аралға былай жылына мына Қытайға жылына 360 күн газ, мұнай кетіп жатыр да, дәу трубамен. Жылына 360 күн ағып кетпей қойсын. Бір жылына бір 2-3 ай былай жіберіп қоятындай жағдай бар ғой. Мына президентіміз, басшылықта ағалар, әрине сіздер дұрыс былай бастама жасап, жүйелі жұмыс жасап жатсыздар. Бірақ мына ел жұрттың қазір берекесі кетіп отыр. Босқа мына су байлықты кетіргенше неге осы солай су жібермейсіздер? Мына су қоймаларын саса, босқа осы Күршім өзенінің өзінен де үлкен бір су қоймасын жасауға болады да. Соған осы ұсынысымды қабылдасаңыздар.